Сол себепті сенің көйлегің көгілдір түсті. Ал сені жылдам ұшатын перизатқа айналдырған сияқты. Мен болсам енді жарық перісімін. Ал Мен гүл перісімін. Түсінікті. Ал мен жануарлар перісі болған сияқтымын ғой. Ал керек болса. Жоқ, мүмкін емес. сонда сен... Жоқ, сен үндеме. Сыңғырлақ, мына қоқыр-соқырларыңды өзің ал. Жарайды. Шебер қыз. Қыздар, доғарыңдар. Одан да мына жерден шығайық. Ал, су перісі сен емессің бе? Жол аша ғой. Тек осы жолы екі қолыңмен жұмыс істе. Бұрын соңды мұндайды көрмеген екен. Көп сөйлемей тез шығыңдар. Судың ағыны қатты. Қыздар, мен... Түсінсем бұйырмасын. Қыздар, мен бірдеңені түсіндіріп алған сияқтымын. Сүйкімді, кішкентай, өткір түсті, жап-жасыл, ағаш. Қолтырауын. Ауна. Уайымдама. Әдетте жаңа туған төл ең бірінші көрген адамын өзіне жақын санайды. Қыздар, сөздеріңді бөлсем ренжімеңдер. Қарақшылар кемесі ендігі кетіп қалыпты. Жоқ. Күмісшік, арамыздағы ең тез сенсің ғой. Тез барып қарап келші. Қайда жоғалып кетті? Қыздар, олар ұзап кетті. Ашық теңізге қарай кеттік. Айтпақшы, қанатың ылғал болса ұша алмайды екенсің. Қалайда бір жолы болу керек қой. Әне! Кешірім өтінем, Розетта. Міне осы жарапқалар. Барлығымызды көтер алу керек. Арқанды қалай алсақ екен? Ой! Он саусағыңнан өнер тамған шеберсің ғой. Жарайды. Енді арқанды қайдан тапсақ екен? Оның еш қиындығы жоқ. Міне, дайын. Осы жарай ма? Қане, дайынсыңдар ма? Мені күте тұрыңдар. Ренжіме. Менің кетуім керек. Алға! Әне, кеме көрдіңдер ме? Жоқ. Жылдамдығымды азайта алмаймын. Байқаңдар! Естесіне, қанатымыз кеуіп қалды. Ей! Капитанның құрметіне 21 оқ атылсан. Дұрыс, 21! Бәрекелді! Тамаша! Ал мен үшін бұл музыка! Керемет! Я, жалғастырайық, тағы да Шетер! Не? Тоқтат дейсің бе? Тоқтат! Жетіншісін енді аттық қой. Ал мен 21 дедім.